Так. Жода жалып кеткен секілдімін достар. Сыртқа қарап кішкене жүре тұрсақ қалай. Новый житель бізге көшпелі ғой, мынандай бізде үй болған жоқ сияқты еді деревняда. Что-то біртүрлі житель сияқты мынау. Мынау не тағы? Мынандай коробка кепті. Маған сияқты өйткені мен үйім жанында тұр екен достар, иә. Так, ал енді сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Енді мен каналыма подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Бүгінгі видеода біз көріп тұрғандарыңыздай мана ящиктің ішінде не бар екенін көретін боламыз, және де ол ящиктің ішінде қандай зат болады, ол өте керемет зат болады. Так, қазір көреміз. Так, үйге барып өзім тап орынды алып алайын. Хоп. Солға отырып алған соң, короче, қазақилар ұстап кетті, короче. Так, өзім железный тап орынды аламын да. Есік жауып жүрміз. Мына сындырайық. Хоп. Сындырамыз. Ішіне не бар деп ойлайсыздар, достар? Так, енді астын сындырамыз. Опа. Так, достар. Не бар деп ойлайсыздар? Мен білмеймін енді. Сіздер не бар деп ойлайсыздар? Мен бірінші бұның ішінде тағы да бір жәшік жатыр екен. Бұл жәшіктің ішінде мынау не тағы, достар? Мынау не, достар? Ема! Мынау дейін железный человек сияқты болып баратырмыз ғой біз. Так, мына кнопканы басып көрейші. Так. Достар, қазір ема, достар, мұнан қараңдар, мен железный человекке айналып кеттім. Ұшалам ба? Ема, мен достар ұшалам ғой, ема. Тағыда не істеп жатқанмын, достар, қазір көрейік. Так, тағыда не істеп жатқанмын. Так, маған покорсу керек емес. Так, ана пышақты қарасаңыздаршы, достар. Мына пышақ деген ема бір удардан овечканы өлтіреді ғой, ема. Саған енді біздің артық қырып жоя аламыз ғой, ема. Так, тағы да қандай күштеріміз бар екен. Так, бұны көрдік. Так, еманнан қараңдар, достар. Саған жетелі ат көріп. Ай, бөл. Кешір, жетел, кешір мен өтінемін, жетел. Просто ат көргеніміз бар. Мынау бар. Болды ма енді? Екі-ақ осындай қалды ма енді бізде? Ема, біз сонда бір кнопканы басып, бір кнопкамен адам болып кете аламыз. Бір кнопкамен железный человек болып кете аламыз. Мынау деген керемет костюм ғой, достар. Мына костюм бізге просто да келген жоқ секілді. Мына новый жительмен бірден кейін бар секілді барып сөйлесіп көрейік. Чотам житель, қалайсың, чотам? Нормально, чотам, не боқылды? Енді жительнан сен новыйдан көшіп келген сияқтысың. Енді мен мына жерден мынандай зат тауып алдым, көріп тұрсың ғой енді. Бұл кімдің ана мыслительдердің костюмы емес па? Сол костюмды ғой. Сен, короче, оны сора қайтап берген дұрыс, өткен олар келет по-любому. Достым, оны мен вообще қайтармаймын. Мынаны қарасаң, не деген әдемі костюм бұл деген, достар. Мен бұны вообще қайтармаймын. Бұны вообще бермеу керек. Онда дұрыс, сен оны қайтармаймын десең, сен оны короче, күту керек, оларды солармен төбелесу керек. Ұтқан кезде ғана сенде қалады, атуы сенден артта қалмайды, короче. Солай де олар сонда точно келе ма? Онда бізге біздің базамызды, өзіміздің үйімізді күшейту керек секілді. Так, онда біз өзімізге креатив жазып алайық. Креатив жазып алайық. Және де достар, қазір біз креатив жазу арқылы өзімізге неше түрлі. Так, мына жерге біз лава жасауымыз керек екен. Лава жасауымыз керек өйткені бұл жерге
өздеріңіз білесіздер, мстительдер келіп мен үйіме резко кіріп кетіп жүрсе тағы да бірдеңке болып қалар. Сондықтан бұны тез осы жерді қазайық достар. Так. Опа. Так, ұшырамыз. Ал енді қараңыздар, мына жерден енді бәрі өтіп кете алмайды. Бірақ по-любому бірдеңке жетпей тұрған сияқты. Ол бізге паутина. Паутинаны былай қойып шығамыз. Опа. Паутинаны қойып шығамыз. Мына жерге де өстіп қойып шығайық. Мен үйім айналасын бүкіл жеріне паутина қояйық. Ал мына жерге өзім ат деген жылқыны сойып жеп аламыз ғой деймін достар, не істеп жүрмін? Вообще да тесікке құламайды ғой достар, не деген ат мынау? Ема. Так, мына жерге де өсіп, мына жерге де бит қою керек достар, өйткені уже ертең таңертең бізге мстительдер келетін болады. Человек-паук, тағы да Бэтмен, солар бізге келетін болады. Олар біздің костюмымызды алуға келеді. Так, бірақ біз өзіміздің костюмымызды бермейміз. Біз оларға төтеп беретін боламыз, пышақпен пау деп бәрін өлтіріп бытыштарын шығаратын боламыз достар. Ал енді достар, біз өзіміз жастамыздан нормально сияқты деп ойлаймын. Біздің лавамызы уже біздің үйімізге кіре алмайды деген ойдамын. Бірақ көре жатамыз, олар примерно мына жақтардан келетін секілді. Сондықтан біз плотно ұйықтап алайық, чтобы ертең бізге күш керек қой енді. Күш керек, сондықтан біз мына жерге отырып кішкене ұйықтап алайық достар. Так, достар, уже таң атты, менің қарным ашып кеткен, қарным ашып кеткен. Ема, мынау кімдер? Человек-паук, Бэтмен, бәрі келіп алған ғой мынарға. Походу менің точно менімен төбелесуге келген сияқты ол. Так, ал енді өзімнің костюмымды киіп алайын. Так, келдер, ал төбелесейік бауырлар. Бір-бірлеп келдер. Так. Пау. Слабак тұр ғой. Достар, көрдіңдер ме, мен бұларды за 6 секунд өлдіп тастадым ғой бәрін. Вообще, есі кич. Мә, саған өліп қалды бұлда. Вообще, мынау ма сендердің супергеройларын? Мынау уақыттан шықты, мынау қайттан түріліп алды ма? Ё-май, достар, мынау вообще қоймайды екен ғой. Шамай алды ғой. Кенеш ал. Кендер. Ема, достар, мынаны çok сөйлескен кішкене қиындап баратқан секілді. Өйткені бұлар түріледі екен. Ема, достар, не істейміз бұлармен? Ема. Бірақ достар, көріп түсіндер ғой, мен бұларды ұтқаным үшін қазір мен тағы да ұтсам, сіздер маған лайк және подписка басасыздар деген ойдамын. Пок. Міне достар, давайте бәрін подписка, лайк басып қойыңдар. Сен қалқапсың ғой, мінеки достар, біз бұларды ұттық. Ал енді бұлар қанша жерден бізбен төбелесе де, төбелеспесе де по-любому ұтылып қалады. Өйткені мен железный человек. Так что, достар, мен ұрсады ма, сезілмейді вообще. Вообще сезілмейді. Мә, вообще ана пышағымда шағымын ғой. Мәндір. Ал енді сендермен давайласам, бәріне сау болыңдар, бәрі тамақ ішейін, а то қазір өліп қалатын сияқты. Таңғаранда тамақ жеп өліп қаласың ғой. Короче, подписка жасап, лайк басып қойыңдар достар. Давайте целую.